17 жасымда жалғыз саяхаттап барамын. Жалғыз саяхаттау барысында деп маған хабарлама жазып жіберіпті. Иә, шалыс естіген жоқсың, мен шынымен де 17 жасымда жалғыз саяхаттап барамын. Қазір айтылып жатқан екінші серия, ал бірінші серияны көру үшін профильге өт. Қазақстаннан әрі қарай Дубай қаласына қарата жол тарттым. Мынау менің 4 сағат ұйықтап тұрып тамақ жеп отқан түрім. Осылай 3 елден пересадка жасап, наконец армандаған еліме келдім. Иә, дәл таптым, бұл Мальдив аралдары. Ол жерге осындай автомобильді қайықпен түскен болатынбыз. Жолдан түскі уақытқа келіп, осылай көз жағасына шомылып алдым. Одан кейін кешкісін танысқан қыздармен осылай әдемі болып киініп алып, бір-бірімізбен танысып, кешкі ас іштік. Таңертеңгісі осылай ерте тұрып, осындай приключениеге аттанғаным бар еді. Әрі қарай суды жүзіп өтіп, дым білмей осылай отқан едім ғой, үй алдында бір чудо шықты, прикиньте. Көптеген туристер көре бермейтін осындай чудоны көру бізге нәсіп етіпті. Қараңдаршы, қандай сүйкімді екендер. Ойбай, вообще одан кейін дәл қасында ана тұрған мен ғой, негізі акула көргенсің ғой. Бұл акулалар адам жемейді, өйткені біздің етіміз олар үшін дәмді емес. Өздерінің балықтары намного дәмді екен. Осыдан кейін қайтадан отельге келіп, дальше өмірдің чудосын көруге аттандым. Тағы да қайықпен өтіп, жолдың ар жақ бетіне өту керек болды. Тадам! Осындай үлкен сапарды осы көріністі көру үшін жасадым ғой, машалла. Дәл осы жерде только инстаграмнан ғана көретін, ал бұл жолы өз көзіммен көргеніме өте қатты мәзбін. Кстати, it's my outfit of the day. Как вам? Образымды бағалап кетіңдер. Егер де осы Мальдивке саяхатым қанша тұрғаны, қанша кеткен және де жалғыз қалай тәуекелге кеткенім қызық болса, комментарийға қызықтырады деп жазып, мен келесі видеода міндетті түрде толық ақпарат туралы айтатын боламын.